Сыйлаңдар маған ғұмырдың тәтті түн күнін, қажытып бітті уыты арзан күлкінің. Еркін боп өскен жан едім жастан елгезек, мінезі бар ғой қанымда менің жылқының. Қиыңдар маған көктемнің мөлдір сезімін, қинаумен болды қиынға салған төзімін. Абайда ұлы, Пушкинде ұлы түсінем, өлеңде бірақ болуы керек өзінің. Сыйлаңдар маған жаздың бір ыстық аптабын, жалын боп қазір жанатын нағыз шақтамын. Арайлы күнім, бітпеген әлі ісім бар, өтінем сенен сұрарым ерте батпағын. Сыйлаңдар маған күн менен түннің азабын, біткенше демім өмір шең өлең жазамын. Ал бітсе демім жерлеңдер қоңыр төбеге, жатайын естіп көктемгі төлдің мәз әнін. Өмірінің соңына дейін қасиетті қаламды қолынан тастамай, қазақ поэзиясының төрінен ойып тұрып орын алған Қазақстан журналистер жазушылар одағының мүшесі Кәрім Сауғабай Алталаштың арда азаматы. Оның қазақ балалар әдебиетіне сіңірген еңбегі ауыз толтырып айтарлықтай. Бүгінгі балалар Кәкеңнің өлеңін оқып, өсіп буынын бекітті. Демек, уақыт өткен сайын ақын қазақ ұлттық балалар әдебиетінің классигі болатынына еш шүбә жоқ. Кәкеңнің туған ел жұртына кіндік қаны тамған егінді бұлаққа махаббаты бөлек. Осы махаббат ақынның жүрегінен жалынды жыр шығуына үлкен себеп болды. Сондықтан шығар, әйгілі композитор Илья Жақановтың Балқан тауға арнаған әсем әндері осы Кәкеңнің ұйытқы болуымен, қолқасымен дүниеге келіп, қалың қазақтың рухани қазынасына айналып отыр. Ағайық анасының алтын құрсағынан ақын болып туып, халықтың бет құстар санаулы азаматтарының бірі болды, һәм бірегейі. Мен Кәрімнің екі үлкен қасиетін атап өткім келеді. Біріншіден, ол өте ұлтжанды азамат болатын. Сонау тоталитарлық кезеңде, Советтік империя кезінде қазақтың тілі, діні құрып бара жатқан кезде біз Қарағанды мемлекеттік институтында ұйым құрып, мынау жас қазақ деген ұйым құрып, сол Қарағандыда листовка таратқанбыз 60-шы жылдары. Осы мәселе кейіннен анықталып, екеумізді институттан шығарды, комсомолдан шығарды. Бірақ сонда да өмірінің соңына дейін Кәрім журналистік қызметте жүріп, ақындық міндетін орындауда өзінің жаңағы позициясынан тайған жоқ. Ұлтын сүюден, елін сүюден тайған жоқ. Міне оның үлкен азаматтық қасиеті. Екінші бір қасиеті ол жақсы ақын, лирик ақын ретінде қалыптасты. Ол сол өзінің лирикасында да, өзінің творчествосында да жаңағы еліне, жеріне деген сүйіспеншілікті, қазақ мемлекетіне, қазақ тіліне деген өзінің махаббатын әйгілеп тамаша өлеңдер қалдырды артында. Енді ол Кәрімнің сол жақсы қасиеттері, жаңағыдай ізгілік үрдістері мынау кейінгі жас ұрпаққа үлгі болса екен деймін. Майра деген зайыбы да бізді институтта бірге бітірді. Сол Кәрімнің қазір еңбегін өмір бойы құрметтеп, қадірлеп, әлі де соны насихаттап келеді. Сол мен Кәрімнің отбасына, Кәрімнің мынау әлгі шәкірттеріне үлкен табыс тілеймін. Иә, Кәкеңнің жүрегі пәк, әйтпесе ол сұңқар мен тұлпарды, бекзаттық пен сұлулықты жырына арқау қылар ма еді. Шаң тозаң қолқа қауып алқымдап тұр, жау жаңбыр найзағайдай жарқылдап нұр. Кең дала арылсыншы қапырықтан, бұлақтар шапқыласын аңқылдап бір. Тереңге тамыр біткен бойласын бір, дуылдап жастық шағын тойласын қыр. Тынысты мынау аптап тарылтты ғой, өлкеде самал тербеп ойнасын гүл. Жау жаңбыр мен жасарып қалайын бір, жастықтың жалынымен жанайын бір. Толқыған дән дария келбетінен жаныма жарқын жырды алайын бір. Поэзия қашанда зұлымдыққа қарсы,
пәктік пен адалдықты, ақиқат пен әділдікті сүйетіні хақ. Қоғамның кейбір кереғар сәттеріне бола жүрегін ауыртып, сағымдай құбылып, сабындай бұзылып жүретін де содан. Яғни, бұндай көңілсіз сәт ошақ басындағы отбасыға да әсер ететіні сөзсіз. Сананы қашанда тұрмыс билейді, бірақ Кәрім Сауғабай бұған мойнысына берген жоқ. Бұның бәрі Ақынмен 30 жыл отау құрған Майра жеңгеміздің көз алдында. Сенің орның бөлек маған әр қашан, әл бересің, жыр бересің шаршасам, көк аспанда жауын бұлт секілді жарар еді-ау, жауып тарқасам. Сенде ешкім сыйлай алмас өзімді, сенде ешкім қадірлемес сөзімді, шыбын жаным шыққан күні кеудемнен, дей жаным, жалғыздығым сезілді. Кәрім жақсы әке болды, жақсы азамат болды, жақсы өзінің елінің құрметті азаматы болды. Елінің басына түскен ауырлықты да, қиыншылықты да өз көзімен көріп, иығымен көтергендей болды. Сондықтан мен Кәріммен өмір сүрген уақытымның барлығы, Кәрімнің өмірінің бәрі күреспен өткендей. Әсіресе Кәрімнің институттан шыққаннан кейін газетке барып, жұмысқа орналасып, сол газетте мұғалімдіктен гөрі жазуға екендігін, мұғалімдіктен гөрі жаңағы газетте ел тағдырына араласқанды өзіне жөн көрді. Сондықтан мен Кәрімнің өлең шығарғанында көз алдыма қазір елестетемін. Жұмыстан қайтып келе жататын, сол уақытта қолында газеті, екі көзі далада, қарсы алдындағы адамды да көрмейтін. Сонда ойлайтынмын, әй Кәрім, осы сен алдыңдағы адамға неге амандаспайсың деп. Қой, алдымнан адам өткен жоқ дегенде, ендеше мен жаңағы бірдеңе ойлап келе жатқанмын ғой деп күлетін. Сонда кейде осы өлеңді қалай жазасың, өлең қалай туады деген кейбір адамдардың сұрағына мен түсімде де өлең жазам дейтін. Қорқады қоғам, қорқады адам Ақыннан дейді. Түңіліп біттім қоршаған барлық ортадан. Базарым менің, ажарым менің тарқаған. Айтылатын кезде айтылмай қалды қаншамен, мен жолаушы ұзақ жолдан шаршаған деп, өзінің өміріндегі жаңағы қиыншылығының барлығы өлеңдерін оқып отырып, қиыншылығының бәрін түгелдей тізіп кеткен сияқты. Кәкең бар ғұмырын тек поэзия ғана емес, журналистика саласына да арнады. Елдің мұң-мұқтажын аудандық және облыстық баспасөз беттеріне жариялап, қалың ойдың үстінде қағаз жеп, қалам кемірген жан еді. Жегені жантақ, көтергені алтын, журналист бола жүріп, қаншама кітаптың авторы болып үлгерді. Ақтангердің мойындау, көктем келді алақай, ақшақар, Балқантаудың басында үшқара оттары секілді жыр жинақтары оқырманға жылы жол тартты. Кәкең менің алғашқы бастығым, алғашқы редакторым. Кәкең туралы не айтуға болады? Жұрттың бәрін айтып жатқаны ол кісі өмірден өткеннен бергі шынында да ақиқат нәрсе. Көпшілік айтқандар сол оқушылар Кәкеңнен азды көп тәрбие алғандар. Мысалы, қазір Егемен Қазақстан істеп жүрген Aqynnyn Есіпбай бәрі сол кісінің тәрбиесінде болды. Бойында бар қасиеттері не болса да шындықты бетке айтушы үйретуші еді. Сол шыншылдықпен бізде ол кісінің бір нәрсе жаңсақ кетсе, фактілер бұлай болып жатса, бізде бетін айтатынбыз. Сосын кейін кәдімгі шәлкем шалыс келісіп те қалатынбыз. Соның бәрі не үшін? Соның бәрі газеттің шығуы үшін. Өзі ақын адам болғандықтан табиғатпен сырласуды, Балқантауды аралап кетіп қалғанды ұнатушы еді.
шабыттанған уақытта бұрқыратып өлең жазатын, біз ол уақытта тиш қана газеттің жұмысын істеп, ол кісіге бөгет жасамауға тырысатын. Біз әрине өлеңін үйде жазады ғой, бірақ шабыт келіп қалған уақытта енді қалай болады? Ол кісінің хатшылары да қас-қабағына қатты қарап отыратын. Ақынжанды редактордың жөні бөлектеу болады, басқа редакторлар қарағанда. Мәселенки бізде Тұрсын Жұмашев деген жас ақын істеді. Сол баланың өзі орысша оқыған. Ақын екен ең бірінші мойындаған, таныған және түсінген жан дүниесін Кәкең болды. Сонда ақын жанын ақын ғана түсінеді ғой, әлгі Тұрсынды ең бірінші түсініп, мынада мықты ақын шығады дегенде кейбіреулер күдіктенгенде, сенбегенде, әшейін бір жай сөз айтқанда көргені бар еді. Шынында да өліп кеткеннен кейін бірақ таныдық қой, ақынды ақын таныды екен. Әркімнің бір тұтары өз әулиесі болады. Ал Кәкең үшін өз анасы еді. Анасының ақ сүті, қан тамыры, жан жүйесінен Балқантаудың бағына періште поэзия, перизат проза, сырлы саздар автор атанып, бірнеше жинақ жарық көрген егінді бұлақтың қыраны Кәрім Saug'abai үлкенге құрмет, кішіге ізет білдірген таза жан еді. Кәрім ағын айтқанда менің ойыма бірінші бар ғой, үш қара түседі. Осы үлкен азамат еді. Жүрегі осы ең бұлақ, Балқантау, бүкіл Қарқаралы өңірінің бәрін осы жырлап өтті. Жырлағанда азамат, үлкен жүрекпен жырлаған азаматтың бірі жаңағы айтып отырған өзіміздің Кәкең Кәрім Saug'abai. Жүрегі бөлек адам еді. Көзіміз көрді, дастархандас болдық. Кәрім Saug'abai туралы терең толғап айтуға болады. Кәкеңде асыл азамат, халқымыздың бір жақсы перзенті еді. Ол кісі бұл дүниеден ерте кетті. Бұл жалпы Егіндібұлақ ауылы, Егіндібұлақ елі бұл қасиетті жер. Кәкең әсіресе Қазыбек баба, Мәди баба туралы айтқанда кәдімгідей арқаланып, рухтанып кетуші еді. Өз-өзінен қатты тебіреніп, сол кісілер жөнінде терең толғап айтатын. Сол асыл азаматтар жөнінде өлеңдері бар, шығармалары бар. Мәди туралы повесі бар. Міне Мәдиді өмірінде көп зерттеген азаматтың бірі. Кәкеңнің Мәди деген повесі бар. Өте үлкен тебіреніспен, толғаныспен жазылған шырайлы шығарманың бірі деп есептеймін. Кәкеңде турашылдықты, адалдықты сүйетін, жалғандыққа бармайтын, ақиқатты аттап баспайтын. Сол үшін ол көп қиянат та көрді, теперіш те көрді. Тіпті қызметтен қуылып аласталған уақыттарда болды. Бірақ соның бәріне өзіне тән қайсар мінезімен, мықтылығымен, мәрттігімен шыдап бақты, төзді, ақыры ақиқат жеңді. Кәкеңнің дұрыс екенін өмір өзі дәлелдеді. Әділдіктің оқысы ақ туын көтеріп жүретін. Сондықтан Кәкеңді ақиқатты сүйетін, әділдікті жақтайтындығын кейбір азаматтар аса қолдамайтын, теріс қарайтын. Бірақ Кәкең соны сөзсе де сол ақ жолдан айнымады. Қақпанға түскен арландай, қасіреттен сенде бетсіз бең, күлкісіз күндер жалғандай, жалғанай сенде шетсіз бең. Көшеге шықсам мұң көрем, көзімнің алды тұңғиық, абыржып шығам түнде мен, ақ қағаздарға жыр құйып. Ошақтың оты көмескі, шақырған сынды мен өлім, өңшең бір тірі елесті, қабырғалардан көремін. Ербегем мына алдымнан, тірлікке қартпан алыған, ирелеңдеген алмыңнан, жылан боп жанды қарғыған. Құланды көрем құдықтан, құрбақа шыққан басына, ұланды көрем құныққан, қарамай құйттай жасына.